Құран кәрімдегі мұғжиза 3 сүре Али Имран 48-52 аяттарда Иса Мәсіх, мен сендерге шынымен хақ тағаладан мұғжизамен дәлелдермен келдім. Батпақтан құс жасап оған үрлеймін, сонда хақтың еркімен тіріледі. Тума соқырдың көзін ашам, алап естейім деп, өлі адамды тірілтем. Үйлеріңде не барын білем. Шынында да бұл сендер үшін бір ғибрат үлгі, егер сенсеңдер. Сонда хауарилар сенді. Хақ тағала 3 сүре Али Имран 55-56 аятта: «Әй Иса Мәсіх, сені мен алушымын, өз тарапыма көтерушімін, қарсы болғандардан тазартушымын. Саған ілескендерді қияметке дейін қарсыларға үстем қыламын. Қарсыларды дүниеде де, ақыретте де қатты азаппен қинаймын. Оларға ешбір жәрдемші болмайды» деді. Иса Мәсіхке ілескендер қарсыларға үстем. Бұл Алланың уәдесі.